Сәлеметсіздер, ASP.NET Core MVC-де сайт жасау курсымызды жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабағымызда Action'нен қалай Vue-ға деректер жібереміз, сол туралы айтқан болатынбыз. Енді бұл сабағымызда соның керісінше Vue-дан қалай Action'ге деректер жібереміз, сол туралы айтатын боламыз. Енді бұл туралы айту үшін біз алдымен интернет, яғни біз сайтқа кіргенде немесе бір сайт қалай жұмыс жасайды, сол туралы түсініп алайық. Ол үшін бірінші біз MS Paint деп мына сурет сызатынды ашып алайық. Содан кейін біз бір мынандай бір домалақ сызайық. Содан кейін мына жаққа бір төртбұрыш сызайық. Бұның біреуі клиент, яғни біз адам. Ал енді біреуі сервер. Енді біз бір сайтқа кірейік. Біз мысалы Microsoft.com десек, Microsoft сайтына кіреді. Енді бұл Microsoft сайтына кірген кезде бірінші біз осы адресін, яғни осы домейнді жазған кезде бұл осы серверден сұрайды. Бұл ортада көптеген басқыш бар, бірақ енді қысқаша бұл серверден, бұл сайттың өзі бір серверде тұрады. Осы сайт сестамасының өзі бір сервер деуге болады. Бұл осы серверден сұрайды. Бұл басқышты біз негізінен request дейміз. Сұрадым мен осы сайтқа кіруші едім деп сұрайды. Одан кейін бұл жауапқа қайтарады. Бұның жауабы осы. Енді бұны ішкерлей түсіну үшін бірінші мына жерде inspect дейік. Содан кейін біз мына арада network дегенді ашып қояйық та, мына ішін тазалап тастап, енді жаңалайық міне. Жаңалаған кезде қарасақ, бұл көптеген сұранымдар жасалған. Енді network деген осы жердегі осы сайтпенен ашқан кездегі сұранымдар. Ең біріншісіне барсақ, бұның жоғары жағына, міне осы сайттың жалпы бірінші сұралған сұраным. Оның ішінде міне request URL, осы сайттың адресі. Одан кейінгісі request method деймін, get, яғни осы сұраным салған кездегі әдісі деуге болады. Бұл get түрінде. Сосын status код 200, одан кейін IP адрес, басқа деген секілді. Енді бұл жалпы сұраным салған кезде жақта басқа да параметрлер болады. Осы басқа headers да болады. Енді бұларды ішкелей айтуға қажет жоқ, бірақ біз бірінші білетініміз мынау request, сұраным салды. Ал енді response деген осыдан қайтқан нәтиже. Осы ең соңында HTML мен CSS JavaScript файлына айналып қайтып келеді. Осылай қайтып келгендегіз. Мына сұранымның нәтижесі деген сөз. Сол секілді біздің өзіміздің жасаған сайтта да ұқсас. Ең соңына мынаны ашалық. Мысалы, біздің өзіміздің жасаған сайт ашылған кезде де ұқсас. Ең соңында бұл бізге мына жерде network'та ашалық. Міне, ең соңында бәрібір HTML мен CSS JavaScript файлы ғана көрінеді. Ал енді мына network'тан көрейік міне. Бірінші localhost деген сұраным get түрінде, сосын response мына жерде. Міне барлығы HTML мен CSS қайналдырып көрсетеді. Осы ең соңғы нәтижесі жаңағы браузер танитын түрінде келеді деген сөз. Яғни осының ішінде жазылған біздің C# коды барлығы ең соңында айналып, осы HTML мен CSS болып көрінеді деген сөз. Ал енді бұл арада енді бір айта кететін мазмұн. Мына жерде method get деген өте маңызды. Яғни біз бірінші айттық request, осы клиент деген өзіміз осыдан серверге кетті. Ал енді сервер нәтиже қайтарады бұл бізге. Бұл басқышты біз response дейміз. Бұны да жазып қояйық. Енді осы екеуінің арасында осылай ең қарапайым түрде түсінгенде осылай клиент сұраным салады, сервер жауап қайтарады. Енді жауап қайтармайтын кездерде болады. Кейбір мазмұндарды өшіргенде басқа кезде оның жауап қайтаруының қажет жоқ болған кездер болады. Бірақ енді әдеттегі жағдайда біз осылай түсінсек болады. Сұраным саламыз, содан кейін барып. Яғни біз мына сайттарға кірген кезде осының URL-ін жазып
кірген кезде бұл негізінен бір сұраным салды деген сөз. Осы браузер арқылы сұраным салды деген сөз. Бұл қазір ашық түрде браузер арқылы сұраным. Бұл енді әдетте get түрінде болады. Барлығы мына жерде жазылған барлығы өзі get түрінде. Немесе міне мысалы бір сайтқа кірсек, бұл get түріндегі сұраным салды деген сөз. Енді get дедік, қазір айтып жатырмыз. Негізінде жаңағы request method деген сұраным түріндегі әдістер қанша түрлі get деген бар, post деген бар, put деген бар, del деген бар. Осы төрт түрінде болады негізінен. Бірағында көбінде осы екеуі қолданады, мына екеуі. Осы екеуі жеткілікті. Ал мыналар біз сайт API-ін жазған кезде артына қарап затын білу үшін көбінде осы put пен delete қолданады. Ал енді әдеттегі сайттар осы get пен post. Осы екеуін білсеңіз жеткілікті. Ал енді кеңшікерлей үйренген кезде басқасын қолданып көрсеңіз болады. Енді осы get пен post не ұқсамастығы бар? Жаңа біз айттық, сайттың адресін, яғни сайттың домен жазып кірген кезде бұл get түрінде дедік. Бұны біз айтпасақ та get түрінде. Онда get пен post қайда дегенде мына жерде болады. Яғни мына басқа бетте еш нәрсе жазылған жоқ. Бұл еш нәрсе жазылмаса, бұл http get деген өлшемге сай деген сөз, осындай деген сөз. Яғни енді егер жазатын болсақ, мына жерге жазуға болады, мысалы http post. Онда post түріндегі болады. Ол кезде мына біздің браузерден жазсақ ашылмай қалады. Көрдік міне. Қайтадан ашайық. Не ашылмады. 405 деген қате шығып тұр. Ал енді бұл неге ашылмайды деген кезде мына индекс деген ол get түріндегі емес. Ал енді браузер не сұрап тұр деген кезде бұл get түріндегі сұраным салып тұр. Не? Қаралық, localhost міне get түріндегі сұраным салып тұр. Ал енді біз өзіміздің жазған мына жердегі ережемізге қарайық. Мына жерде бұл control action деп келу керек. Home index. Мына екеуінде жүзеге асып тұр. Яғни мынаның арт жағында автоматты түрде home index бар деп тұр. Осылай бар деп тұр. Бірақ бізде home деген action бар. Home деген control бар. Соның ішінде index деген action бар. Бірақ біздегі мына арадағы жазып отырған ол тек қана get үшін. Қазіргі мынау сұранымы get үшін. Get, яғни мына жерде method get. Сондықтан біз мына арада http get десек қана дұрыс дейді деген сөз. Енді бұл get бірінші бұны get сұранымды қалай сұраймыз деген кезде біз осы браузерға жазу арқылы сұрай аламыз. Ал енді post қай кезде істетіледі немесе екеуінің не айырмашылығы бар? Ол үшін мен бір екі сурет дайындап қойғам. Енді осы екі сурет дегендей түсінсек болады. Мынау get деген сұраным, яғни method get болған. Ал мынау post болған. Енді осы екеуіне қарап біраз нәрсені түсінуге болады. Бірінші get деген сұраным осындай ашық-шашық кетеді. Яғни біз бір сайттың мына жерде қояйық. Бір сайттың артқы басқару бетіне кіретін болсақ, мысалы nq admin login дейік мысалы. Сайттың артқы басқару бетіне кірсек, сосын кіру дегенді басқан кезде бұл егер get түрінде сұраным салатын болса, онда былай болу керек болады. Email тең xx нүкте com, сосын мына жерге әрі паспорт тең 1 2 3 4 5 6 деген секілді осындай түрінде кетеді. Енді бұл егер осыны жазып отырғаннан басқан кезде осылай сұраным кететін болса, осының ішінде не бар екенін басқалар көре алады. Енді мыналар біз айтып отырған жаңа деректер, яғни параметрлер. Біз осыларды артқы жаңағы actionге жібере аламыз деген сөз, осылай сұраным салу барысында. Енді оны аздан соң айтамыз. Бірақ мына суретке сәйкес get осындай ашық-шашық түрінде кетеді. Басқаларға көрініп қалуы мүмкін.
Және де бұл getке көп нәрсе салуға да келмейді, басуға келмейді үстіне. Төгіп қалуы мүмкін деген секілді. Яғни бұда біраз шектемелер көбірек. Ал енді постта қарайтын болсақ, пост жабық түрінде кетеді. Не кетіп бара жатқаны көрінбейді. Мына кетті сияқты емес. Бұның ішінде не сұраным кетті, және де не келді. Осылар көрінбей барып, көрінбей келеді. Ал енді кетте ашық кетеді. Ал енді get бұл біреу. Екіншісі get түрінде сұралған сұранымдар браузерда сақталады. Мысалы, мына қарап, бұл тек қана get түрінде HTML ғана емес, сурет, мына JS файлдары міне, JS файлдары, және де көптеген суреттер бар міне. Суреттер. Бұлардың барлығы get түрінде. Осыған get түрінде сұраным салынған. Содан кейін бұлар осы браузерде кейште сақталады. Осы біздің браузерімізде уақытша сақтала тұрады. Енді екінші рет ашылған кезде бұларды қайтадан серверден түсіріп жүрмейді. Осы жерден тіке көрсете салады. Сондықтан бұл gеттің бір артықшылығы. Ал енді посттың артықшылығы, егер біз сол get арқылы барлығын сақтай беретін болса, мысалы 1 секундтың ішінде 10 рет сұралатын болса, бұл тек бір рет жауап беруі мүмкін. Қалған барлығы осы өзіміздің компьютердағы мәліметтерді көрсетеді. Ал енді пост түрінде болатын болса, біз мысалы кірген кезде, егер пост түрінде де сөйтіп кешке сақталатын болса, онда бір әурешілік болуы мүмкін. Біз бірінші рет 1 секундтың ішінде 2-3 рет өзгертетін мүмкіншілік болса, ол кезде серверге жібермесе, онда ең алдындағы кешке сақталғанға жіберіп қалуы мүмкін. Бізге постқа олай болмау керек. Біз әр жолы не жіберсек, сол бару керек. Ондай сақталуының қажет жоқ. Сондықтан get пен посттың тағы бір айырмашылығы, get кеште сақталады. Кеш деген осы компьютерде сақталады деп түсінсек болады. Кеште сақталады. Ал мына пост сақталмайды. Ол екеуінің айырмашылығы. Ал енді жаңа айттық, осы get арқылы сұраным салудың бір әдісі осы браузерға адресті жазу. Яғни сайттың адресін жазу, ол get арқылы автоматты түрде солай жазылады. Ал енді пост арқылы бұлай сұраным салуға келмейді. Пост арқылы сұраным салу үшін біз сөзсіз өзіміз жазуымыз керек. Қалай жазамыз деген кезде, бірінші біз мына home layout ашалық. Біз өзіміздің сайтымызға jQuery қосқан болуымыз қажет. Осының ішінде алдын ала жазып дайындалған осы сұраным салатын әдістер бар. Енді мен көбінде осыны қолданамын, сондықтан сабақта да осы арқылы жазайық, өйткені өте оңай. Қалай сұраным саламыз дегенде, бірінші индекс дегенді аштым, мен ішіндегі JavaScript. Осы сайт ашылған кезде атқаратын әдіс осының ішінде жазайық. Яғни бірінші доллар белгісін жазамыз, содан кейін пост десек, бұл пост түріндегі сұраным салды деген сөз. Ал енді егер жерде get десек, бұл get түрінде сұраным салды деген сөз. Get десек. Ал енді біз алдыменен біз мына жаққа бір пост түріндегі бір action жазылайық. Public I action result, сосын login деп жазайық. String email, сосын string password. Содан кейін мына жерде return, сосын content деген string түріндегі мазмұн қайтарады деген сөз. Онда не қайтарамыз дегенде, бірінші біз өзіміз не жазып берсек, соны қайтара салайық. Мынаның алдында доллар белгісін жазайық. Email неге тең деген кезде тең, мынаны жазамыз, email. Сосын password тең password. Біз осылай get түріндегі, мұны жазбасақ get дедік, мен жазайын. HTTP get түріндегі, бұл бірінші, біз қазір get түріндегі сұрап отырмыз. Get, міне. Содан кейін жерге сұранымның бірінші параметрі, сұранымның URL деп тұр.
адресі, яғни home'ның ішіндегі login деген. Содан кейін екінші, бұл JSON түріндегі параметрлер, яғни email, com деген секілді. Содан кейін password, осылай жазалық. Енді барып біз мына нені ашып көрейік. Мына осы бет, сайттың беті ашылған кезде бұл бірден өзі сұраным салатын localhost. Сосын жаңа логин деген сұрап отыр міне. Мына адреске get түріндегі сұраным кетті, response міне. Жауабы келді. Email. Осы біздің қайтарған, серверден қайтарған жауабы. Осылай сұраным сала береміз. Ал енді мына жерде үшінші параметр бар мынада. Яғни осы келген нәтижені білуге болады. Function. Бұл келген нәтиже бір callback түріндегі callback деген. Бұл бірден бізге жауап қайтаруын тосып тұрмайды. Өзі осыдан жауап келгеннен кейін бірден осы функцияны атқарады десек, деп сөзсек болады. Одан кейін жерде console log. Callback деген осындай болады. Бірден атқармайды, мәлім бір шарт қанағаттанған кезде бар, осы функцияны атқарады деген сөз. Сол кезде мынандай бір параметр бар, соны бізге береді. Яғни жаңағы сервердің қайтарған нәтижесін көрмекшіміз біз. Міне бұл сәтті сұраным болды, нәтижесі келді. Жаңа console log деген мына console деген ішінде келеді. Біз серверден қайтқан нәтижені осылай көрдік. Енді осындай сайтқа кіру басқа деген бұл адамға көрінбеу керек. Яғни осы браузердің сыртынан қарап тұрған адамға көрінбеу керек. Сондықтан олар негізінен пост түрінде болады. Мыналарды пост түрінде өзгертейік. Пост түріндегі сұранымға өзгертейік. Пост түріндегі сұраным. Ал ол кезде біз мына жерде постқа өзгертуіміз керек. HTTP пост деген сөз. Мына контролдың ішіне мазмұн өзгерткен кезде сөзсіз сайтты қайта қозғалту керек. Міне inspect, so network қайтадан жаңалаймыз. Login. Енді қарайтын болсақ, міне мынаға пост түріндегі сұраным салған нәтижесі міне. Сервердің қайтарған нәтижесі осы. Осылай біз get және post екі түрдегі сұранымдар саламыз серверге, олар бізге жауап қайтарады. Біз осы барыста біз өзіміздің параметрлерді, form data дейді, параметрлерді серверге жібере аламыз. Біз тек қана серверден көрмейміз, кейде мәлім мысалы сайтқа кіру үшін біз өзіміздің email мен құпия сөзімізді жіберіп беруіміз керек. Сосын серверде анықтап, егер базада сақталған болса, әрі сол адамның құпия сөзі дұрыс тұра келсе, онда сайтқа кіруіне болады. Болмаса кіре алмайды деген сөз. Сол секілді кейбір ақпараттарды біз алып қана қоймай, өзімізде жіберуіміз керек. Мақала салған кезде сайттың басқару бетінен, оның барлығы осы пост күйінде серверге жіберіліп отырады. Сосын серверде сақталып, сәтті болды ма, болмады ма, нәтижесі қайтып отырады. Сонда осы get және post деген екі түрлі сұраным болады. Одан кейін мына URL-дер дұрыс болу керек. Ал енді status code деген 200 деген бұл сәтті қайтқан кезде өз автоматты 200 дейді. Бұны да өзгертуге болады. Ал енді серверден қателік шыққан кезде 500 деген қателік шығады. Және де егер сайт табылмаса 404 деген секілді, сол секілді өзінің осындай статус коды болады. Ал енді біз сабақ басында айтып отырған деректерді қалай осы view-дан мына actionге жібереміз деген кезде, мынау енді бір әдісі ғана, бір түрі осы жерде параметр қылып жаза салу. Және де query арқылы жіберуге болады. Неше түрлісі бар, бірақ барлығы осы сұраным жасау барысында жібере аламыз. Қайсы actionге жібереміз? Мынау login деген actionге жібердік. Қандай параметр жібереміз? Өзіміз алдын ала осы жақтан белгілеуіміз керек. Алатын жақтан да, жіберетін жақтан да белгілеуіміз керек. Яғни мына жақтан жібердік. Сол кезде біз email мен password деген екеуін жібердік. Ал
қабылдап алған кезде де email мен паспорт арқылы алуымыз керек. Ал енді бұдан басқа алатын тағы да бір жол бар, яғни мына жерде біз осы келген request дегеннің ішінде мынаны тоқтатайық. Request, сосын мына жерде query. Одан кейін барып мынаның ішіне жазсақ болады, мына жерге email toString. Содан кейін мына email дегенді string деп алайық. Осылай email деп ала аламыз. Содан кейінгісі және де password. Осылай алуға болады. Біз мына жерге не жасақ. Міне келді. Бір жүргіздік, email. Бұл қазір мына query деген негізі. Мына да келмейді қазір, өйткені мына post арқылы тұр. Бұл query деген келген кезде мен мына жерде түсіндіре кетейін. Қарайық қазір. Егер бұл get түрінде болса, онда дұрыс баратын еді. Мына жерге жазайық. Login. Бұл get түрінде болса, онда мына query'дің ішінде бірге баратын еді. Ерінбей мына жерді мен get'ке өзгертіп көрсетіп жүрейін. Мынаны http get. Ал енді индекстің ішінде мынаны да get дейік. Енді барып көрейік. Міне келді. Енді барып бір жүрек. Email та келді. Password келді. Ал енді біз барып мынаны толығымен жүргізтіп, мына жерде network. Енді барып көрейік. Міне қарасақ, бұл query string parameters деп отыр. Мына жерде. Ал енді жаңағы болса, ол form body деген ішінде болады. Мынау екеуі ұқсамайды. Get түрінде болған кезде мына URL-ге қосып жүреді. URL-дегі параметр қосып жүреді. Біз мынаны көшіріп алып, міне URL-ге алып келдік. Мына жерге міне сұраным салдық. Мынау келіп мына жерге тоқтады. Мына жүргізте салдық. Не дұрыс деп тұрдың сөз. Яғни get түріндегі сұранымды осылайда саламыз. Жаңағындай арқылы жіберуге болады. Бірақ енді мына қараңыз. Мына жерде біздің email-ымыз бен құпия сөзіміз көрініп тұр. Егер біздің дәл қазір мен арт жағымда бір адам тұратын болса, ол менің құпия сөзім жаттап алуы мүмкін. Сондықтан бұл қауіптірек болады. Оның үстіне мынаны осының қайтарған нәтижесін браузер get түрінде болған кезде өз кешке сақтап алады. Мен қайталай сұраным салған кезде бәрібір осы нәтижені қайтарады. Мәлім уақыт ішінде ол әрқайсысы әртүрлі. Сондықтан бұл екеуінің айырмашылығы. Енді мынаны пост түрінде болған кезде осылай қалай аламыз көрейік. Мына жерде бірінші индекс, мынаны пост түрін өзгертейік. Пост түріндегі сұраным қылайық. Содан кейін мынаған барайық. Бұл кезде query емес, бұл кезде біз негізінен form түрінде болу керек. Енді барып мына жерде көрейік. Қазір мынаны пост түрін өзгертеміз. http post. Şimdi келді. Bir жүрек, email, дұрыс алдық. Password дұрыс алдық. Енді өтіп жасалдық. Енді барып мына жерге келдік. Сосын network, мынаны алып тастадық. Сосын сайтты жаңалайық. Одан кейін барып міне login деген қарақ. Бұл кезде мынау жаңа query емес, form data деген ішінде тұр. Сондықтан біз бұны алған кезде query емес, request form арқылы алуымыз керек. Бұл жердегі параметрлерді. Осы секілді бірнеше түрге бөлінеді параметрлердің өзі. Ал енді жалпы бұл сабақта біздің айтпақшымыз, біз осы сайттың алдыңғы жағынан біздің мына сайттың артқы жағы, яғни мына control action'дарға дерек жіберу үшін біз өзіміз сұраным салуымыз керек. Ол get түрінде немесе post түрінде болуы мүмкін. Сол кезде біз осындай параметрлер арқылы жібере аламыз.
Яғни мына жерде email, password деген секілді осындай параметрлерді жіберіп, соның ішіне өзіміздің мәндерді жібере аламыз. Сол арқылы біз осы actionдердің ішінде деректерді қабылдай аламыз. Яғни view'дан actionге деректерді осы арқылы қабылдаймыз.